Не қарап отырсың? Масло. Пробеги да закинь. Кайф, кайф. Осыны аламыз скоро. Мынаны? Қолмашы 20 жыл ақша жинайсың, ну? Тем более, квартира төлейтін ақша жоқ. Квартираны-то төлейін. Вот увидишь, бір айда жинап аламын. Қойшы. Сейчас мне прет как никогда, бро. Қалай ол? Короче, бір тема бар. Сен темаларыңды қойшы, бітпейді сен тема, сенбеймін. Қараш, криптомен акцияға инвестиция жасайсың. Не ол сонда? Там все легально, короче, банктан счет ашасың, апарып бересің, болды. Не, договор, удостоверение барлығы тұр. Безопасно. Еще мамаңа көмектесесің. Что-то? Ештеңе сұрамайды ғой, Сұрамайды. Ешқандай зиян жоқ. Жоқ, короче, қазір банкқа барамыз, счет ашамыз. Қасымда жүріп түсіндіріп көрсетесің мамаға. Уайымдама, бәрі сыпсаңыз. Болды онда, кеттік тезет барайық. Болды, короче. Как это? Новый счет есть. Да. Отлично. Ожидайте указаний. Сабин, твой пенсионер уже обработали? Дропперы готовы. Могу им отправлять всю сумму? Хорошо. Болды. Точно, нормально тянул. Добрый день, Арман. Ваш договор. Добрый день. Спасибо. Как сказал ваш друг, мы инвестируем в акции и крипту. Соответственно, у нас в обороте большие суммы. Но у банков есть свои лимиты для счетов, поэтому нам нужны такие партнеры, как вы. Если вас все устраивает, давайте все-таки подпишем договор. Жарайды. Ема! Yes! Ақша түсті. Көрдің бе? Кешіресіз. Бастамасы. Ё-майо! Кешке қыдырайық онда. Мен төлеймін. Айттым ғой саған осы жолы сөз серьезно деп. Рахмет, досым. Кстати, ол сен барып. Кет, билейін. Бұл қалай біздің организмге еніп кетеді. Ол күнделікті жеп жүрген сушилар, колбаса, шашлык арқылы тағы басқа еттерің, стейктерің сендерді жақсы көреді. Организмге еніп кеткеннен кейін оны шығару қиынға соғады. Организмді толығымен тазарту керек болады. Ол кезде өзіңді әлсіз сезінесің, ешнәрсе құлшынысың болмайды, өт жолың толып кетеді. Саламатсыздар. Кибер қылмысқа қарсы іс-қимыл басқармасы, Алматы қаласы. Арман Сүлеев бар ма?
тоқтаңыздаршы. Тоқтай тұрыңыздаршы. Не үшін? Мен анама қоңырау шалсам бола ма? Телефон алшы. Кешіріңіздерші. Өтініш. Бір рет звондап қояйыншы, аға. Бере қойыңыздаршы телефонды, өтініш. Анама қоңырау шалайыншы, аға. Қашан қалып бара жатсыздар мен? Аға, мен тыңдаңыздаршы, өтініш.